Сәлем достар, бүгінгі тақырып ИП арқылы үй алу жолдары. ИП мен үй алу жолдары бізге не үшін керек деген сұрақ туындайды. Бұл жерде бізде доходымыз жетіспеген жағдайда біз ИП арқылы үй алу мүмкіндігіміз бар. Міндетті түрде ИП-іңіздің ашылғанына 1 жыл уақыт болуы қажет. Егер сіз ертең барып үй алатын болсаңыз, бүгін сіз ИП ашатын болсаңыз, бұл вариант сізге жарамайды. Бұл жерде ИП-ның міндетті түрде уақыт мерзімі қажет. Уақыт мерзімі міндетті түрде 1 жыл болу қажет. Және де ИП-мен кез келген бағдарлама жұмыс жасайды. Тек қана бір ғана бағдарлама бізге ИП арқылы бермейді, ол 7-20-25. 7-20-25-пен алғыңыз келсе, сіз ИП-сы бар адамның қол астында жұмыс жасаймын деп 6 айға зарплата көрсетсеңіз, сол арқылы да ала беру мүмкіндігіңіз бар. Және де ИП-мен үй алған жағдайыңызда сізде банктен одобрение тез келеді. Декларацияны көрсеткен жағдайда доходыңызды көбірек етіп көрсетсеңіз, сізге жаңағы тиімді болып есептелінеді. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер болады.